О, досым, Мағрис досым. Қалай? Сол колледжден кейін оқып сабақ оқып келатқан. Досым, мынандайды көріп пе едің? Жоқ. Bu ne zat? Керемет зат қой досым. Бір көршіш досым. Қараш. Өмірдің мәні ғой бұл. Қарашиш досым, көршіш. Қалай екен? Зат та жігіттер. Наны қарады, ұстап қап. Қалай екен? Жігіттер. Керемет зат екен. Ағырттан келе. Апатай, қалайсыз? Менде сізге деген бір зат сөз бар еді. Ай, сізден зат сұрайын деп едім. Иә, айта бер. Мен колледжде группаластарыммен қалаға қыдыруға шығайын деп жатыр едім. Қайда барасыңдар? Ақша керек. Қайда барғанымызды іздейсіз? Барамыз, қайтып келеміз, бол. Анамыз уайымдайтын білесің өзіңде. Иә, білем апа. Көп жүре берме, тез кел. Жақсы апа. Барам, келіп, бол. Тез кел. Рахмет апа. Иә, жақсы. Қайсың? Жақсы ма? Алып келген шығарсың? Міне. Рахмет. Жақсы. Осылайша Қыдырәлі есірткіге тәуелді болып қалғанына 6 айдан асты. Түрі бұзылып, ауырып жүрген адамға ұқсап кеткен көрген апасы інісімен сөйлесейін деп шешті. Үйде ешкім жоқ секілді. Өзім отырып қарап алайыншы. Қыдырәлі. Ауылда, не болды? Сөзсің? Ештеңе жасап жатқан жоқ. Не тұрмасың менен? Ештеңе? Түріңе не болған? Ештеңе болған жоқ. Не мынау түрің? Шаршап көрген ештеңе болған жоқ. Не тұқтың қалтаңа? Ештеңе? Көрсетші маған, не тұқтың қалтаңа? Қолыңды берші. Міне. Сен басыңа сайма, не зат мынау? Ұялмайсың ба? Ол менің өмірім, апа. Не мынау сен, ұялмайсың ба? Тиіспеш қақтырмашы, апа. Анамызға не айтамыз сен, ұяның ба кішкене? Ештеңе айтпаймыз, тек сен және мен бұл... Тыңдама мынаған енді. Неге қақтырасың? Айнаш, су! Анамға не болды? Ана жаққа бар. Алло, скорый. Келесіздер ма? Екі көшесіне көшесіз. Қыдырәлі. Алло, Қыдырәлі. Сәлеметсіз ба? Абжанов. Оразбай Қыдырәлі. Ашаман бер. 5 минут болды. Қыдырәлі. Ne oldu? Üç kaldırak logo kaldım. Biraz daha ileri soğuk falan. Nasılsın lan? Çok yüzüm burnunu yapırsın. Dərігер, жағдайы қалай жақсы ма? Annenizin жағдайы ауыр. Бізбек ауруханаға жатып емделу қажет. Егер ауруханаға жатпаса, ауру асқынып кетеді. Мына дәрілер тұстаңыз, уақытында қабылдасын. Жақсы, рахмет сізге. Алло, анашым. Бүгін ертерек келе аласыз ба? Жедел жәрдем беріп інімді қарап кетті. Бүгін ертерек келіңізші. Балам ба? Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Балам қалай қалай? Жақсы. Өзек сізге бірдеңе айтайын. Қыдырәлі жаман жолға түсіп кеткен сияқты. Соңғы кезде түрі бозарып жүр. Неге? Уайымдамаңыз, уайымдамаңыз. Анашым тұрыңызшы. Анашым сізге не болды? Анашым тұрыңызшы. Анашым. Анасының қан қысымы көтеріліп, ауруханаға түсіп қалады. Апасы анасының артынан інісімен бірге ауруханаға барады. Анасының мүшкіл жағдайын көрген Қыдырәлі былай дейді.
Анашым. Кешіріңізші мені. Мен бұл жолға қалай түсіп кеткен өзім түсінбей қалдым, анашым. Бұның барлығы тек менің кесірімнен болды. Апатай, кешіріңізші мені. Бұның барлығы менің кесірім болды. Анасының жағдай жасарып, інісі оқуында озат бол өміріне өзгеріс орнатады. Қыдырәлі жаман зат жолға жетелейтінін біліп, жақсы жолға бет бұрады. Отбасында тыныштығына, тату тәтті өмірлері қайта қалпына келеді. Елбасымыздың жолдауында есірткі дертіне ұшыраған қоғам қауіпсіз бола алмайды делінген. Қоғам қауіпсіздігі үшін қолдан келгеннің бәрін жүзеге асыру керек. Биыл есірткіні жарнамалаған 810 сайт жабылды. 129 келі синтетикалық есірткі тәркеленіп, 11 дәрілік зертхана жойылды. Зерттеулерге сенсек, ең көп қолданатындар 16-20 жас арасындағы жастар. Олар 40%. 21-25 жас аралығындағылар 30%-дан жоғары болса, 26-30 жас аралығындағылар 20%-ды көрсетіп отыр. Есірткі қасірет белгісі. Есірткі әуестікпен дәмін көріп, жалыққан соң тастап кететін ойыншық емес. Дәмін тату дегеніміз шыңырауға қарай қадам басу деген сөз. Ал шыңырауға, құлауға аяқ басып, одан кейін қайта ойланып, қайта оралу мүмкін емес. Есірткі түптің түбі өлімге алып келеді.